менің жұмысым ыдыстағы гүлдің қалай отырғызылуы. Мысалы, мақсатымыз гүлді дұрыс отырғызып, дұрыс отырғызу жолдарын үйрену және оның күтімін жасау арқылы сол өсімдіктің жақсы өсіп шығуы. Жалпы мақсатымыз гүл горшокте жақсы өсу үшін жалпы не істеу қажет? Мысалы, кез келген адам горшокке гүл отырғыза алмайды, мысалы да, өзінің арнайы маманы бар. Кейбір адамдар барады да отырғыза салса, ол гүл дұрыс өспей қалады деген сияқты. Сондықтан гүлдің өзінің отырғызу үшін арнайы өзінің жолдары бар екен. Мысалы, біз ойлаймыз, топырақты салып жіберіп, кез келген топырақты салып жіберіп, сол гүлді үстіне отырғызса, болды, әдемі ол өсіп шығады деп ойлаймыз да. Жоқ, негізі, бірақ біз гүлді отырғызу үшін алдымен бізге таза горшок, асты тесілген горшок болу керек. Ол тесік не үшін? Ауа бір жағынан жаңа горшоктың астындағы су не істейді ғой? Үстіне су құйған кезде астынан су шығады ғой. Сол суды ұзағырақ сорып тұру үшін тарелкасында су қалған кезде. Сосын тасты салу себебіміз ең алдымен горшокке гүлді отырғызған уақытта біз бірден топырағын емес, бірінші біз тасты салып аламыз. Мені стеклянный салған себебім көрінсін деп алдым. Негізі бізде пластмасс қоңыр горшок болады көбіне. Ең бірінші мен гүл жақсы өсіп шығу үшін ең бірінші гүлдің астында, ең астында тас қойылған жақсы. Бірден топырақ салғаннан гөрі тас қойылған жақсы. Себебі бұл жерде ауа тез барады, жаңа астына қалып қойған суы да топыраққа тез сіңіп, жаңа гүлге су тез сіңіреді. Және топырағымыз құнарлы болу қажет. Сосын гүлге арналған гүл жақсы жерде тұру керек, яғни терезенің алдында немесе жаңағы өзінің төменде тұрса гүл жақсы өседі. Тасты салғаннан кейін гүлге топырақ құйылып, топырақ төселеді. Содан кейін барып кішкентай өзіміздің атырғысқымызды саламыз. Ең бірінші гүлді отырғызған уақытта кейбір адамдар көп қателеседі. Мысалы, гүлді отырғызып үстіне былш еткізіп суды құйып жібереді. Ол бірінші гүлді отырғызғаннан кейін бірінші бір күндей толық 24 сағат өзінің топырақпен алмасып, үйренісіп, өздігіне үйренісіп дейді ғой. Соны күту керек. Сосын 3 күннен кейін топырақ құрғағаннан кейін барып суды құяды. Содан кейін 7 күннен кейін кішкентай өсімдіктер өсіп шығады. 14 күннен кейін ары қарай жапырақтары жасылданып, 14 күннен кейін ғана, мынау енді мен қазір дайын әкеліп тұрмын ғой, жалпы атырғысын отырғызған кезде 14 күннен кейін жапырақтары жасыл болып гүлденетіндері гүлденеді екен. Сосын мына топырақтары мен қазір мысалы толтырып құйып қойдым. Бұл бірте-бірте азая береді топырақтары. Бірте-бірте байқамаймыз өзіміз, біраз күннен қараған кезде топырақтары жайлап азая береді. Себебі астынан ауа кіріп тұр, су құямыз, бір-бірімен тығыз байланысып, топырақтың, гүлдің тамағы дейміз ғой, өзінің қорегі арқылы топырағы азая береді екен. Зерттеу жұмыс емес, қандай жұмыс істесем болады. Гүлдің мені қалай горшокке отырғызылуы туралы жолда тәжірибе. Бұл енді барлығымызға керек. Жалпы кез келген адам горшокке отырғызған кезде өзінің жолдарын біліп жүрсін деген мақсатта. Ең астына тас төселгенде тез жақсы өседі гүл. Сол. Шаңын сүртеміз ғой, кейбір гүлдер нәзік болады, шаңын сүртеміз. Мынау ішіне фосфор құйылған, яғни бұл гүлге құрт түспеу үшін. Осының жапырақтарына осылай гүл шірейді ғой, жапырақтары шеттері сарғайып. Сол үшін осындай арнайы не қосып, осы жапырақтарын шашып, гүлге құрт түспеуін алдын алады. Саламатсыздар ма, әріптестер? Менің бүгін көрсетейін деп отырған зерттеу бұл неге байланысты? Асотымен сірке су қышқылынан көмір қышқылдарының бөлініп шығатынын дәлелдеу да. Қазір мына жерге мен сірке суды құйып қойдым. Алма қосылған, сондықтан сары болып көрініп тұр. Екіншісінде қойдым.
екі шарға алдын ала салып қойдым асфальт үстіне. Енді сол асфальт үстіне мына екі қапшықтан асфальт үстін араластырамыз. Сол кезде мінекей кебеміз. Міне, көмірқышқыл газының түзілуіне андай шар үріліп реакция беріп көрініп тұр ма сіздерге? Мындай. Мінекей. Екі жыққа есептік. Екеуіні әрекеттесу реакциясынан көмірқышқыл газ пайда болып андай шар үріліп тұр. Мынаның ішінде әлі бар. Міне бүгінгі мен көрсетейін деген осы бүгінгі менің жасайын деп жатқан тәжірибем топырақтың құрамын зерттеу. Топырақтың құрамында не бар? Бірінші біз мына майлықты алып топырақты мына майлыққа саламыз. Сосын майлықты қолымызбен қатты қысамыз. Сосын топырақты қайтадан ыдысына салып, енді майлықта не байқадыңыз? Алған. Яғни топырақтың құрамында не бар екен? Мындан бар екен. Яғни су бар екен. Бірінші тәжірибе. Яғни топырақтың құрамында су бар екенін білдік. Екінші енді стаканға су құямыз. Суды құйып, топырақты саламыз. Қолымды шосылап қаймын өзім. Қолым дірілдеп кетті. Қобалжықтырмын бәрі қобалжып кетті қойдым. Сосын араластырамыз. Араластырып, азғантай қоямыз. Енді оны қойып, тағы да екінші тәжірибемізді, үшінші тәжірибемізді стаканда су құйып, тағы топырақты саламыз. Қолым дірілдеп барады. Әріптесте көмектесеміз. Осы кезде судың бетіне көпіршік пайда болады топырақ салған кезде. Бұл көпіршік не деп ойлайсыңдар? Ауа бар екен. Яғни топырақтың құрамында судан басқа да не бар екен? Ауа бар екен. Көпіршік арқылы біз топырақтың құрамындағы ауаны білдік. Ал енді манағы құйып қойған стакандағы суымыздың бетіне қалқып шықты. Астына шөгіп жатыр. Ал енді бұл жерде нені байқаймыз? Яғни топырақтың құрамында бұл жерде нені байқаймыз? Қарашіліктің барын байқаймыз. Қарашілік дегеніміз өсімдік пен жануарлардың қалған шіріген қалдықтары ғой. Яғни сол шіріген қалдықтар жеңіл олар, соның бетіне қарашілік болып шықты. Көрдіңіз ғой, яғни топырақтың құрамында қарашілік те бар екен. Одан бөлек астында шөгіп жатқандары бұл құм мен саз. Ол ауыр ғой, төмен судың үстінде қалып қояды. Ал қарашілік жеңіл болғандықтан судың бетіне шықты. Яғни топырақтың құрамында су бар екен, жаңа көрсеттім дәлелдеп. Одан кейін топырақ салған кезде бетінде көпіршік пайда болады. Ол көпіршік, яғни топырақтың құрамындағы ауа. Ал енді үшінші жаңа тәжірибе, құмды салып араластырып біразға дейін қойдық қой. Сол кезде топырақтың бетіне баяғы қарашілік пайда болады. Ол қарашіліктің бар екенін айтыпты. Ал топырақтың судың түбінде не қалды? Су мен саз қалды. Яғни топырақтың құрамында ауа, су, қарашірік,
құм саз бар екен. Одан да бөлек тағы бір оны ауызбен айтып кетейін. Топырақтың неге қойып астынан от жаққан кезде топырақтың баяғы жанған кезде топырақтың астынан қызырған кезде топырақтың бойындағы су ұшады да бу болып, ол жаңағы үстіне шыны қоясың, шынның бетіне су пайда болады, су тамшылары да, су тамшылары пайда болады, яғни топырақтың бойындағы су ұшып кетеді да қызырған кезде топырақтың түсі өзгереді. Баяғы қара топырағымыз сұр топырақ айналады. Яғни бұл жерде қасиеті топырақтың түсі өзгереді екен. Яғни топырақтың түсі де өзгереді екен астынан қызырған кезде. Одан бөлек баяғы су тамшыны пробирка жаңағы неге шынны қайтадан қойып оттың үстіне қойған кезде қыздырып, оның бетіндегі су тамшы ұшады да пробирка неде шынның бетінде не қалады, сор қалады, дақ қалады. Ол да яғни топырақтың құрамында минералды тұздар да бар екен. Осы нәрселерден басқа минералды тұздың бар екенін байқаймыз. Яғни менің бүгінгі жасаған топырақтың құрамы енді жаңа айтып өткендей, топырақтың құрамында су да бар екен, ауа да бар екен, қара шірік, құм саз да бар екен. Одан бөлек минералды тұздар да бар екенін дәлелдеп айтып тұрмын. Назарларыңызға рахмет. Менің көрсетейін тұрған тәжірибем, ауа толтырылған шарды отқа қойғанда не болады? Оны бәріміз бірге тамашалап қарайық. Ауа толтырылған шар отқа қойған кезде, ауа толтырылған шарды отқа қойған кезде бірден жарылады. Себебі, неліктен деп ойлайсыздар? Себебі, шардың ішіндегі ауа отқа қызып, температурасы көтеріледі, қысымы артады, және шардың қабырғасы резеңкеден жасалған ғой, енді білесіздер, сол резеңке шыдамдылық бере алмай, шар бірден жарылатын себебі осыдан екен. Енді отым сөніп қалыпты шардың желінен. Қайта жағамыз. Енді су толтырылған шарды қарап көрейік. Байқап қарап отырсақ, бұл шар бірден жарылмады. Себебі неліктен? Себебі бұл шардың ішінде су бар, иә? Судың температурасы, су өте жылуды өткізгіш. Сондықтан да шардағы температураны су өзіне тартып алады екен. Белгілі бір уақыт аралығына дейін шардың жарылмайтын себебі суда екен. Енді көріп отырсаңыздар, қарайып тұр. Яғни бұл жерде оттың қызуын су өзіне тартып алады екенде, шардың жарылмауына осы себеп болады екен. Кедергілер арқылы қалай әсер етеді? Кедергі деп тұрғанымыз нені көріп тұрсыз мына жерде? Пластик стақан, су құйылған стақан және топырақ тәрелкеге салынған ыдыс. Енді осыған кедергілер. Бұл жерде кедергі деп тұрған осы стақандар. Осыған магнит қалай әсер етеді? Бірінші, жоспар бойынша жұмыс жасаймыз. Мысалы, мына стақанға біз ішіне магнитке тартылатын, яғни қағаз қышқылтар салдық. Соны стақанға жақындатқан жағдайда кедергі арқылы бұл заттарға магнит әсер етеді. Екінші, суға қалай магнит кедергіге әсер етеді. Ішінде, бұл судың ішінде біздің қағаз қышқылтарымыз бар. Яғни бұл судан да біз алып шыға аламыз. Бұл кедергіден де магнит солай әсер етеді. Келесі, үшінші біздің кедергіміз, бұл топырақтың арасында мен қағаз қышқылтарды салайын. Бұл кедергіміз деп тұрғанымыз топырақ.
яғни бұл жерден де біз тартып алынды. Ал бұл жерде қорытынды не болып тұр? Сұрағымызға жауап қорытынды. Магнит түрлі кедергілер арқылы әсер ете алады деген қорытындыға келуге болады. Осымен зерттеуім аяқталды. Бұл менде жанартау макеті. Бұны мен өз қолымнан жасадым. Бұның ішінде пластикалық бөтелке, сыртын қатты коробкамен орап, оны өзін жанартау түсіне боядым. Балаларға тәжірибе ретінде көрсету мақсатында. Жалпы жанартау дегеніміз сол жер астындағы ыстық магмамен газ және басқа да заттардың жер бетіне атқылап ыссы лава күйінде шығуы. Осыны тәжірибе ретінде көрсетеміз. Оның бетінде ойық болады, кратер деп аталатын. Осы кратерден лава атқылап шығады. Енді біз лаваны жасау үшін ең алдымен бізге жарты стакан су, лаваның түсін беру үшін оған кішкене қызыл бояуын қосып аламыз. Және оған жарты қасық су сабынын қосамыз, сұйық сабынды. Лимон қышқылын қосамыз одан кейін. Енді бізде маңызды бөлік бұл ас содасы. Бізде бұл нәтижесінде лава пайда болды. Бұл лаваның пайдасы да зияны бар. Бұның пайдасы міне атқылаған лава қатып қалған кезде одан бізден құнарлы топырақ түзіледі жер бетіне. Және оның зияны осы жақтарда тұратын, енді бізде жоқ қой бұл. Басқа елдерде осы жақтарда тұратын елді мекендерге қауіп төндіреді. Так, бүгінгі менің тәжірибемде қағаздың құрамы мен құрылымы. Соны көрейік. Оған маған қағаз, қарындаш, шанышқы керек. Қағазды ораймыз қарындашқа. Қарындашты алып тастаймыз. Шанышқымен қыстырамыз. Енді қағазды жағамыз.
Енді қағаздың қазір мына жерінен қараңыздар, не шығатынын. Түтін шығып жатыр ма? Сонда бізде қағаз бұл целлюлозадан тұратын жұқа әрі кеуекті материал. Осыған мына жағынан от берген кезде целлюлозадан не түзіледі? Сода целлюлоза ыдырайды да бізден газбен бу түзіледі. Көрдіңіздер ғой, Екіншісі енді бұл бізде не? Майшам. Майшамның жану процесі мен парафиннің булануына байланысты бір ғылыми құбылыс болсын. Ойна, буды көрдіңіздер ма? Түтінді. Түтінге мен жаңағы нені спичканы тақап жіберсем, шыққан түтінге қайтадан майшам жанып кетеді. Бұның себебі түтін, бұл дейтін парафиннің буы да, бұл жанғыш. Ал түтінге бұл тисе, бұл жерден жанғыш бу тұтайды да, бетіп. Сол бу жанып тұрған бу, ол қайтадан отқа айналады. Так, бүгінгі менің тәжірибемде қағаздың құрамы мен құрылымы. Соны көрейік. Оған маған қағаз, қарындаш, шанышқы керек. Қағазды ораймыз қарындашқа. Қарындашты алып тастаймыз. Шанышқымен қыстырамыз. Енді қағазды жағамыз. Енді қағаздың қазір мына жерінен қараңыздар, не шығатынын. Түтін шығып жатыр ма? Сонда бізде қағаз бұл целлюлозадан тұратын жұқа әрі кеуекті материал. Осыған мына жағынан от берген кезде целлюлозадан не түзіледі? Сода целлюлоза ыдырайды да бізден газбен бу түзіледі. Көрдіңіздер ғой, Екіншісі енді бұл бізде не? Майшам. Майшамның жану процесі мен парафиннің булануына байланысты бір ғылыми құбылыс болсын. Ойна, буды көрдіңіздер ма? Түтінді. Түтінге мен жаңағы нені спичканы тақап жіберсем, шыққан түтінге қайтадан майшам жанып кетеді. Бұның себебі түтін, бұл дейтін парафиннің буы да, бұл жанғыш. Ал түтінге бұл тисе, бұл жерден жанғыш бу тұтайды да, бетіп. Сол бу жанып тұрған бу, ол қайтадан отқа айналады.
Қайырлы күн. Менің енді жасайтын тәжірибем қарапайымның да простейшні болайын. Жалпы ауаның қысымы туралы өткен кезде бұл қарапайым тәжірибені оқушылардың бірлестікте жасауға болады. Бізге не керек? Бізге шыны ыдыс керек, салфетка керек, су керек. Осы үшеуінің көмегімен атмосфералық қысымның күшін бақылауға болады. Әуелі стаканымызға жартай суды құямыз. Мен қағаз дегенде жұқа салфетканы алдым. Бұлай күндегі тірлікте біз қағаз суды көтер алмайтынын білеміз, е? Судың қағаздан гөрі ауыр екенін білеміз. Стаканымыздағы судың бетін салфеткамен жабамыз и төңкереміз. Бос кеңістік қалды, яғни салфетканың суды ұстап тұру мүмкін емес. Бұл жердегі негізгі күш, бұл атмосфералық қысым, ауаның қысымы, ал салфетканың қағаздың көмегі ол тек судың бетін тегіс күйде ғана ұстап тұруға ғана көмектеседі. Бар тәжірибем осы. Қайырлы күн. Менің енді жасайтын тәжірибем қарапайымның да простейшні болайын. Жалпы ауаның қысымы туралы өткен кезде бұл қарапайым тәжірибені оқушылардың бірлестікте жасауға болады. Бізге не керек? Бізге шыны ыдыс керек, салфетка керек, су керек. Осы үшеуінің көмегімен атмосфералық қысымның күшін бақылауға болады. Әуелі стаканымызға жартай суды құямыз. Мен қағаз дегенде жұқа салфетканы алдым. Бұлай күндегі тірлікте біз қағаз суды көтер алмайтынын білеміз, е? Судың қағаздан гөрі ауыр екенін білеміз. Стаканымыздағы судың бетін салфеткамен жабамыз и төңкереміз. Бос кеңістік қалды, яғни салфетканың суды ұстап тұру мүмкін емес. Бұл жердегі негізгі күш, бұл атмосфералық қысым, ауаның қысымы, ал салфетканың қағаздың көмегі ол тек судың бетін тегіс күйде ғана ұстап тұруға ғана көмектеседі. Бар тәжірибем осы. Жақсы, қайырлы күн әріптестер. Мен бүгін тәжірибемде ас содасы мен сірке қышқыл суының қосылуы арқылы шар бөлмейтін боламыз. Ол үшін бізге құты, сірке суы және ас содасы шар қажет. Енді біз шарға алдымен ас содасын салып аламыз. Бұлай ма? Ашық тұру керек. Жақсы. Мен толтырып алдық ас содасын шарға. Енді сірке суын бос ыдысқа құятын боламыз.
осы сірке суына мына шардың ішіндегі ас содасы арқылы біз шарды осы құтыға бекітетін боламыз. Бір-біріне қосылу арқылы шарды осылай көмірқышқыл газ арқылы шарды үрлейтін боламыз. Рахмет. Жақсы, қайырлы күн әріптестер. Мен бүгін тәжірибемде ас содасы мен сірке қышқыл суының қосылуы арқылы шарды үрлейтін боламыз. Ол үшін бізге құты, сірке суы және ас содасы, шар қажет. Енді біз шарға алдымен ас содасын салып аламыз. Бұлай ма? Ашық тұру керек. Жақсы. Мен толтырып алдық ас содасын шарға. Енді сірке суын осы ыдысқа құятын боламыз. Енді біз осы сірке суына шардың ішіндегі ас содасы арқылы біз шарды осы құтыға бекітетін боламыз. Бір-біріне қосылу арқылы шарды осылай көмірқышқыл газ арқылы шарды үрлейтін боламыз. Рахмет.
енді да қайырлы күн. Мен бүгін ауаның қысымы бойынша сіздерге тәжірибе көрсетемін. Ең бірінші тәжірибем мында біреуі бос ыдыс, ал екіншісінде сұйықтық тұр. Бұл жердегі сұйықтықтың түсі сендерге көріну үшін енді түсі бар сұйықтық алдым. Екінші кеңістікке осы сұйықтықты қалай құямыз? Мына түтікшенің ішінде бізде су бар. Бұл сұйықтық түгел былай қарай ауысады ма келесі неге? Ыдысқа. Неге бұлай қалды? Бұл жерде қандай күш бар? Ауаның қандай күші бар? Деп ойлайсың. Ауаның итерімділік күші, яғни бұны гравитация деп айтады. Мына келесі екі теңістікке жеткенше екеуі бір қалыпта не істейді. Мына жақта бос кеңістік болды ғой жаңа бізде. Мына жақтағы ауаны тартып, өзіне теңескенше осылай қалады. Яғни парабола. Кеше математикада не істеді ғой? Дәл солай. Егер мына бізде түтікшеміз осылай тұрса, ана бізде осындай тәжірибе жасалады. Бұны гравитация дейді. Ауа қысымының итеру күші. Келесі мендегі қараңыздар. Екі су бар. Екеуі бірдей дене. Қараңыз. Екеуі бірдей дене. Олардың ішінде ауа бар. Мұнда сулар бірдей. Теңестіріп жіберейін. Бату керек, болмай алып тәжірибе жасамай қалды. Қараңыз, мынау бізде судың бетінде тұр. Ал мына жерде қазір мынаған қарағанда жылдам не істейді. Негізі көбірек суға батыруымыз керек. Бұның әсері неде деп ойлайсыңыздар? Себебі мынаның ішіндегі жаңа ылғал, яғни ауасы аз, ал мына жерде ауа көп. Сол үшін суға батпай тұр. Міне тәжірибе. Ауа суға итеріп тұр. Ал мына жерде қараңыз, мен суға малып алдым. Ішіндегі ауасын көбірек мен сығып шығарғаннан кейін мынау батып жатыр. Негізі кемеде батады. Оның ішінде ең басы батпайды не үшін ауа бар. Бұл мендегі ауаға байланысты екінші тәжірибе. Енді келесі. Мынау бізге менде қолындағы шарик кірмейді ішіне. Себебі мынаның ішіндегі және сырттағы ауаның қысымы екеуі бірдей. Көбірек жағуым керек еді жаңа отты. Бөтелкенің ішіндегі ауа қысымын өзгертуіміз керек, сыртқы ауа қысымына. Кіріп жатыр. Негізі екеуінде кіргізбедім үйде. Қағазды қатты орамаңыз. Бос қылып ұстап
тұрған жерінде жағып жіберсеңізші. Даже күйеуім ол. Екеуін де жасайсың негізі үйде. Короче, осылай кіреді. Бастайын енді да. Қайырлы күн. Мен бүгін ауаның қысымы бойынша сіздерге тәжірибе көрсетемін. Ең бірінші тәжірибем, мұнда біреуі босыңыз, ал екіншісінде сұйықтықтар. Бұл жердегі сұйықтықтың түсі сендерге көріну үшін енді түсі бар сұйықтық алдым. Екінші кеңістікке осы сұйықтықты қалай құямыз? Мына түтікшенің ішінде бізде су бар. Бұл сұйықтық түгел былай қарай ауысады ма келесі неге? Ыдысқа. Неге бұлай қалды? Бұл жерде қандай күш бар? Ауаның қандай күші бар? Деп ойлайсың. Ауаның итерімділік күші, яғни бұны гравитация деп айтады. Мына келесі екі теңістікке жеткенше екеуі бір қалыпта не істейді. Мына жақта бос кеңістік болды ғой жаңа бізде. Мына жақтағы ауаны тартып, өзіне теңескенше осылай қалады. Яғни парабола. Кеше математикада не істеді ғой? Дәл солай. Егер мына бізде түтікшеміз осылай тұрса, ана бізде осындай тәжірибе жасалады. Бұны гравитация дейді. Ауа қысымының итеру күші. Келесі мендегі қараңыздар. Екі су бар. Екеуі бірдей дене. Екеуі бірдей дене. Қараңыз. Екеуі бірдей дене. Олардың ішінде ауа бар. Мұнда сулар бірдей. Теңестіріп жіберейін. Бату керек, болмай алып тәжірибе жасамай қалды. Қараңыз, мынау бізде судың бетінде тұр. Ал мына жерде қазір мынаған қарағанда жылдам не істейді. Негізі көбірек суға батыруым керек. Бұның әсері неде деп ойлайсыңыздар? Себебі мынаның ішіндегі жаңа ылғал, яғни ауасы аз, ал мына жерде ауа көп. Сол үшін суға батпай тұр. Міне тәжірибе. Ауа суға итеріп тұр. Ал мына жерде қараңыз, мен суға малып алдым. Ішіндегі ауасын көбірек мен сығып шығарғаннан кейін мынау батып жатыр. Негізі кемеде батады. Оның ішінде ең басы батпайды. Не үшін ауа бар? Бұл мендегі ауаға байланысты екінші тәжірибе. Енді келесі
мынау бізге менде қолымдағы шарик кірмейді ішіне. Себебі мынаның ішіндегі және сырттағы ауаның қысымы екеуі бірдей. Көбірек жағуым керек еді жаңа отты. Бөтелкенің ішіндегі ауа қысымын өзгертуіміз керек, сыртқы ауа қысымынан. Кіріп жатыр. Негізі екеуін де кіргізбедім үйде. Қағазды қатты орамаңыз. Бос қылыштан қатты орамаңыз. тұрған жерінде жағып жіберсеңізші. Дәрі жүр, күйе олдым ол. Екеуін де жасайын негізі үйде. Короче, осылай кіреді. Сәлеметсіздер ме, құрметті әріптестер. Бүгінгі менің зерттеу жұмысымның тақырыбы судың тығыздығын анықтау. Ол үшін бізге шыны вокал, ыдыстар және салқын су, сонымен қатар ыстық су, бояу құралдары керек. Бірінші мен стакандарыма салқын суды құйыламын. Және мына екінші стаканыма ыстық суды құятын боламын. Екеуінің түсі бірдей болғандықтан мен акварель пайдаланам. Салқын суға көк түсті қолданам. Екінші ыстық суға қызыл түсін пайдаланамын.
кордонмен енді мына ыстық суды салқын судың үстіне беттестіретін боламын. Сосын кордонды өзіне қарай тартып аламын. Жоқ. Енді бұл жерде суық судың тығыздығы көп болғандықтан жоғары жақтағы ыстық суға араласпайды. Егер мен мына жерде суық суды ыстық судың үстіне қоятын болсам, ол араласып кетеді, себебі суық судың тығыздығы көп.